Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Міне, біз бүгін менің тәуелсіз Қазақстан бөлімін аяқтадық. Бүгін сіздерде нәтиже сабақ. Бұл сабақтың мақсаты берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру және шағын диалогке қатысу. Алдымен бірінші айтылым тапсырмасын орындайық. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Алдарыңызда сұрақтар бар, 6 сұрақ, соған дұрыс жауабын табыңыздар. Керемет. Өздеріңізді тексеріңіздер. Екінші оқылым тапсырмасында мәтінді оқып, түсінгеніңді баянда. Жазылым тапсырмасында тәуелсіздік тірегім деген тақырыпта өтетін мерекелік концерттің хабарландыруын дайындаңдар. Ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Келесі айтылым тапсырмасында жағдаят. Үйінде шетелден қонақ келді. Сұрақтарды пайдаланып, шетелдік қонаққа Астананы таныстыр. Бұл тапсырманы дұрыс орындат деген ойдамын. Келесі жазылым тапсырмасы. Мен 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деген тақырыпқа шығарма жаздым. Шығармамда Қазақстанның тәуелсіздік алған күні, еліміздің тәуелсіздігін мойындаған елдер туралы жаздым. Еліміздің мемлекеттік рәміздері, бүгінгі таңдағы Қазақстан жайлы жаздым. Шығармамда 15 сөйлем жаздым. Ол қандай сөйлемдер жаз деп ойлайсыңдар? Жазып көріңдер. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Алтыншы тапсырмада суреттерді пайдаланып, диалог құрыңыздар. Керемет. Біздің диалогпен салыстырыңыздар. Жетінші тапсырма. Бұл жазылым тапсырмасы. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жазыңдар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Айтылым тапсырмада суретті пайдаланып, нақыл сөздің мағынасын түсіндір. Бұл тапсырманы дұрыс орындат деген ойдамын. Біз сіздермен Қалқаман Сариннің тәуелсіздік өлеңін өтіп едік. Ендігі тапсырмада сол тәуелсіздік өлең бойынша тәуелсіздік сөзіне диаграмма құраңдар. Содан кейін не себепті ол сөздерді таңдағандарыңды айтыңыздар. Жарайсыздар. Өздеріңізді тексеріңіздер. Соңғы 10-шы тапсырмада Қазақстан тәуелсіз мемлекет деген тақырыпта фотоколлаж дайындаңдар. Дайындағаннан кейін оны сыныпта қорғаңыздар.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.